Баршаңызға қайырлы күн. Менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге қыс мезгіліне дайындалатын боламыз. Мен өзім осындай күз мезгілінде барлық көкөністерді жуып тазалап, тоңазытқышыма қатырып тастаймын. Қыс бойы көктемге дейін осыны қолданамыз. Мысалға осы жаңағы әртүрлі тәтті бұрышты қысында 2000 теңгеге алатынмын. Осы 5 жылдай болды осылай қатыру әдісімен айналысып келе жатқаныма. Бәрін өзімнің тоңазытқышымнан алып қолданамын. Жаз мезгілінде мен 600 теңге мен 800 теңге аралығында алдым. Енді дайындауға кірісейік. Тәтті бұрышымызды жуып, кептіріп аламыз. Кепкен бұрыштарымыздың ішінде дәндерін тазартамыз. Үстін кесіп тастаған жерді тастамаймыз. Оны да біз қажеттілікке қолданамыз. Мысалға осылай алып, пакеттерімізге салып қоямыз. Ендігі кезекте бізде жүгеріні мен осылай бөлшектерге бөліп тастаймын. Ол бізде ыстық тағамдарға, яғни дымламаға, жаңағы гарнирге, стейк деген тағамдардың қасына пісіргенге осылай дайындап қоямын. Ешқандай бұзылмайды дәмі, тек қана аузы жақсылап жабылса болды. Осындай пакеттерге салып дайындап қоямын. Ал басқа жүгерлерді мен қабынан аршымаймын, жай пакетке салып, жақсылап жауып қойып қоямын. Оны қыстай қайнатып жегенге өте дәмді. Ал басқаларын менде осындай жусайды көбісі біле бермейді екен. Жусайды мен жаңағы мантыларға, орама нандарға, соларға саламын. Бәрін жуып, осындай орамалдың үстіне қойып қоямыз. Жақсылап бәрі кепкеннен кейін пакеттерге салатын боламыз. Бұл бізге фаршированный перецке арналған бұрыштар. Осылай бір-біріне кигізіп, яғни бізде 3 адам, әрқайсымызға 2-2-ден болса, 6 қылып салып дайындап қоямын. Бір алған кезде осының ішіне жаңағы фарштан күрішті, тұз, бұрышын салып, осыған салып пісіре беремін. Жұмсартпаймын, бұны ерітпеймін, шығарамын, бір суға шайқап жіберіп, ішіне жаңа начинкаларын, яғни салмаларын салып пісіре беремін. Бұл бізде подливке арналған тәтті бұрыштар, үлкен қылып және майда түрінде осылай дайындадым. Ганфанға, лағманға, мясо по-тайски деген тағамдарға қолданамын. Осы бұрышты бағана алдында айтып кеткендей, мен қыс мезгілінде 2000 теңгеге алатынмын килограмын. Қазір күз айында, яғни жаз күз айларында алған кезде 600 пен 800 теңгенің арасында алдым. Біз енді сәбізімізді өткіземіз, осындай морковча деген жаңа салатты өткізетін үккіштен өткіземіз. Мен бұл сәбізді подливтерге арнап дайындап қоямын. Етім, пиязым бәрі қуырылып жатқан кезде, осы сәбізді аламындағы қолым тимей жатқан кезде шетінен сындырып, кесіп алып, жаңа қазаныма саламын. Ешқандай ерітпеймін, қатты күйінде сала беремін. Қолым тимей жатқан кезде өте ыңғайлы. Бұл бізде жаңағы жусай деген осындай шөп. Жақыннан көрсетіп жатырмын сіздерге. Бұны мен жаңа ханым ораманан деп атайды. Соған мантыға қосамын, өте дәмді. Бір кішкене сарымсақтың дәмі болады, былайынан түсіндірген кезде. Барлығын осылай тураймыз, ыдысымызға саламыз, кішкене кепкеннен кейін пакетімізге салып, салафанымызға салып, қатырып тастаймыз. Осындай болады. Жақынан тағы көрсетейін сіздерге. Бұның аты жусай. Осылай қатырып қоямын. Ендігі кезек бізде осы укроптарда, менде кинза мен укроп, суп жасаған кезде, сорпа жасағанда салғанға өте дәмді, дәм береді. Келесіде бізде осы чеснок, яғни сарымсағымызды блендерлап аламыз. Сарымсақты тез аршылу үшін жаңағындай суға салып қоямыз 1 жарты сағатқа. Сол кезде аршыған кезде тез жеңілдетеді уақытыңызды. Сарымсақтың бәрін осылай өткізіп алғаннан кейін паприка салып, араластырып, пакеттерге салып тастасаңыз болады. Шетінен жаңағы кесіп алып, яғни пышақпен кесіп, қуырылып жатқан етіңіздің, пиязыңыздың үстіне салсаңыз болады. Өте дәмді дәм береді. Енді барлығының қатырылған күйін, дайын күйін көрсетейін. Осы видеоның алдында сіздерге жақыннан түсіндіріп айтқан болатынмын. Тағы да сіздерге бір түсіндіріп өтейін. Бізде жаңағы осы чеснок, паприкамен жасалынған дәмі өте керемет. Бұл облепиха бізде қантпен облепиханы блендерлап алдым.
басқа еш нәрсе қоспадым. Бұл жерде бізде қарақат, смородина, мынау бізде жаңағы жусай қатып тұрған, алдында көрсеткенмін. Бұл жерде бізде облепиха мен қарақатты езбеген түрі, осындай бүтіндей салып қойдым. Шәйге және творожный пирогтарға арнап қойдым осы қарақатты. Келесіде бізде осы жүгері, қарап тұрсаңыздар, кесіп турап дайындап қойғаным. Бұны мен ыстық тағамдарға қосамын. Пісірген кезде осы видеоға түсіріп YouTube арнама салатын боламын. Ал бізде бұл жерде бүтіндей жүгеріміз, бұны біз қыс мезгілінде қайнатып жейтін боламыз. Бізде бұл малина, қант пен малинаны және құлпынай, клубника қантпен араластырып блендерлап салып қойдық. Бұл жерде сыр менде. Сырды да солай қатырып қоямын. Мына жерде жаңағы үккіштен өткізілген сәбізіміз. Бұл жерде бұрыштарымыз. Бұрышпен мен қызанақты өте көп қатырамын. Себебі мен томат қолданбаймын тамаққа, көбінесе аз ғана қолданам. Сол үшін мен помидорды, яғни қызанақты және бұрышты көп қатыратын. Жыл сайын қатырам. Мінекей осы жерде менде бұл жерде смесителя подлива, бұл лағмандарға, жаңағы подливтерге арналған. Мына жерде менде фаршированный перецқа арналған, ішіндегі дәндерінен ажыратып салып қойған бұрыштарым. Бұл жерде кинза, укроптарым, сорпаға арнап осылай қатырдым. Мына жерде қызыл тәтті бұрыштар. Ал мына жерде өте көп көрсетіліп тұрған бұл бізде қызанақтар. Қызанақты мен әртүрлі формада кесіп дайындап қойдым. Міне бар қатырылған өнімдерім осы. Мен жыл сайын өте көп қатыратынмын. Қарап тұрсаңыздар, қызылша да қатыратынмын. Барлығын қатырып қоятынмын. Шие қатыратынмын. Биыл шиеге үлгермей қалдым. Бір денсаулығыма байланысты биыл кішкене жалқаулау болып, аз ғана осындай қатырдым. Бұл жерде бізде осындай қызанақты мен тамаққа салып қуырамын. Томат қоспаймын. Жаңа етімді, сарымсағымды және пиязымды қуырып жатқан кезде осы қызанағымды қатты күйінде салып бірге қуырамын. Қатырылған бұрыш, жаңағы қызанақтың бәрін ешқандай жібітудің қажеті жоқ. Қатты күйінде қуыра бересіздер салып. Міне жерде менде бәрін жақыннан көрсетіп жатырмын. Сельдерей міне жерде, жандо, бұршақ. Осы видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сау болыңыздар.